Ал оқушылар, бүгін біз ұлттық ойындарды ойнаймыз. Бірнеше ұлттық ойындарды ойнаймыз. Сол ұлттық ойындардың біздің бүгінгі төрешіміз, ойындардың төрешісі бізде Бауыржан ағай келді. Бүгінгі біздің ұлттық ойындарымыздың ережесін түсіндіретін Бауыржан ағай. Ал ендеше балалар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық ойындарының бірі арқан тарту ойынын өткіземіз. Біз екі топқа бөліндік. Екі топ қазір ортасында бізде қызыл сызық берілген. Арқанымызды ұстайық, қаттырақ бір-бірімізге жақындаймыз. Ұстаймыз, келіңіздер ұстаңыз, ұстаймыз бәріміз. Қазір мен 1, 2, 3 деген кезде арқанды тартамыз. Қай жақ арқанды қызыл сызықтан өткізіп тартып кетеді, сол жақ жеңіске жетеді. Түсінікті ме? Дайсыздар ма? Дайсыздар ма? Ұстаймыз қатты арқанды. Ұстаймыз, жақындап ұстамыз. 1, 2, 3 кет бол, тартамыз. Тарт. Бол кет, тарт. Тартамыз. Болды. Аяғыз қызыл сызықтан өтіп кетті. Қазір сіздермен қазақ күресі ойынын өткіземіз. Яғни бізде Батыржан мен Алихан бір-бірімен көрсетеді. Кімде-кім жамбасын бірінші жерге тисе, сол жеңімпаз болады. Дайсыздар ма? Қолымызды аламыз бір-бірімізге, қолымызды аламыз. Ал, 1, 2, 3 бастаймыз. Кет. Батыржан! Бәрекелді, болды. Жеңіміз болды. Тұрамыз, келіңіздер, көрейік. Жеңімпаз Батыржан. Құрмет көрсетеміз, бір-бірімізге қолымызды аламыз. Болды, орнымызға отырамыз. Жарайсыздар.